бір жақсылық істеген адам 10 есе сауапқа иеленеді десе, келесі аятта айтады, Алла жолында берген нәпақаларыңның есесін Алла толтырады дейді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде не дейді? Мә нақасат садақатун мин мәл. Садақа мал мүлікті кемітпейді дейді. Керісінше не істейді? Пенделікпен ойласақ, миымызға салып, берсең азай қалатын сияқты, е? Садақа керісінше екен да, берсең көбейеді. Көп берсең, одан сайын көбейеді. Өте көп берсең, өте көп дәрежеде көбейеді. Алланың есебі біздікіндей емес. Алланыкі бөлек жүретін дүние. Сол себепті мынау садақа бұл сіздің екі өміріңіздің бақыты. Уақыф садақасы сізді екі өмірде жақсылыққа жеткізетін дүние. Мына дүниеде уақыф қылып қандай да бір дүниеңізді адамзаттың жүрегіне қуаныш сыйлап, қаншама адамның мәселесін шешіп берсеңіз, көмектесіп, жүрегіңіз тыныш тауып, қуанып жүрсеңіз, Алланың алдына барған кезде сол уақыф садақаңыз сауаптар тапшы болғанда таразыға түсетін тозаңның түйіріндей дүние таразыңызды басқыш келіп тұрған кезде, мына садақаның уақыптың сауабын көрген кезде адамның болатын қуанышы басқаша болады да, бауырлар.